Қабит Мүсіреп ауданы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысына сәйкес ауылдықтар жалпы орта есеппен 75,15 ұпай еншіледі. Биыл мектеп бітірушілердің соңғы емтиханына ауданнан 183 түлек қатысқан болатын. Оның 59-ы қазақ тілінде білім беретін ордаларының оқушылары болса, 124-і орыс тілде оқытатын мектептің түлегі. Аудандағы ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша 16 түлек 100-ден жоғары ұпайға қол жеткізді. Ауылдық ұстаздардың айтуынша мектеп бітірушілердің білім деңгейі жыл сайын артып келеді. Осыған дәлел биыл өткен тестілеудің нәтижесі. Бұл ретте Новоишимка ауылында түлектердің құрметіне салтанатты жиын өтті. Аудан әкімі мектепті тәмамдаған оқушыларды құттықтап, оларға алтын белгі және ерекше үлгідегі аттестаттарды табыстады. Бүгінде ауданда бір оқушы ғана алтын белгіге лайық екендігін дәлелдеді. Мен ұлттық бірыңғай тестілеуде 114 ұпай жинадым. Ұстаздарымның үмітін ақтап, жоғары нәтижеге қол жеткіздім. Енді қалаған оқу орнына түсетініме сенімдімін. Бұл жетістігімді 11 жылғы тынымсыз еңбектің арқасы деп білем. Готовиться ЕНТ я начал прошлым летом. Тестілеуге ұзақ дайындалдым. Мектептегі қосымша сабақтардан қалмай 109 ұпай жинадым. Өкінішке орай қазақ тілінен 1 ұпай жетпей қалды.